Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен хачапури жасайтын боламыз. Ең алдымен сүт құямыз, 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық разлихитл және 1 стакан ұн саламыз. Жақсылап араластырып, 1 жұмыртқа салып, барлығын араластырамыз. Кейін сыр саламыз. Сөйтіп табаны қыздырып, май жағып, оның үстіне тестамызды саламыз. Кейін баяу отқа қойып, осылай 10 минут тұру қажет. Келесі бетке аударып, тағы да 10 минут тұру қажет. Дайын болған хачапуридің бетіне осылай май жағып шығамыз. Дайын болған хачапуриді осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Бөлікке бөлген соң дастарханға түсірсеңіз болады. Ас болсын.